жұлын анатомиясы. Ең бірінші, әрбір ағзаны айтатын кезде оның атын, одан кейін оның латыншасын айтып кетеміз. Жұлын, одан кейін оның латыншасы спина медулярис. Кейін оның орналасатын жерін айтамыз. Ол бізде орналасады мына омыртқалар, мына суретте көріп тұрғандай, осы омыртқа бағанасының өзегінде. Егер де еске алатын болсақ, біз сүйектерді өткен кезде омыртқаларда форамен вертебра деген анау үлкен тесік орналасты. Осы тесіктің ішінде мына жұлын орналасады. Енді оның екі шетін ажыратайық. Жоғарғы шетін, одан кейін төменгі шетін. Жоғарғы шетінде мына жақта форамен магнум бар деп елестетейік. Бұл шүйденің үлкен тесігі. Осы шетте оның жоғарғы шеті орналасады. Одан кейін мына L1 деп жазылып тұр, мына L1 немесе L2 осы деңгейде бұлар миылық конусқа айналады. Оның латыншасы конус медулярис. Осы деңгейде олар жіңішкерейді и солай аяқталады. Одан кейін мына жақта көріп тұрғандай нервтерінің төбіршіктері көптеп орналасқан. Осы нерв төбіршіктерінің жиынтығынан тұратын құрылымды біз ат құйрығы деп айтамыз. Оның латыншасы кауда эквина. Потом ол ең соңынан соңғы жіп түрінде, өте жіңішке түрде фильм терминале ретінде аяқталады. Енді осы жұлынның екі жуандаған бөлігін көріп тұрмыз. Мына жақта мына бірінші жуандаған бөлігі и мына екінші жуандаған бөлігі. Бұлар буылтықтар деп айтылады. Латыншасы интимесценция. Мынау біріншісі тұрған ол мойынтық буылтық, интимесценция cervicalis. Ал екіншісі бел сегіз көзік буылтық. Бұлар люмба сакралис интимесценция деп аталады. Мысалы, мынау жуандаған себебі бұл жақта көптеген нерв талшықтары бар. Бұлар мынау cervicalis именно бұл қолды нервтейді деп айтайық, ал люмба сакралис аяқтарды нервтейді. Осылайша біз екі бұлтықты ажыраттық. Одан кейін бұның несіне келмей тұрып, мақұл, көлденең кесіндісіне қарастырайық. Ең бірінші біз жұлынның екі бетін ажыратамыз. Мынау алдыңғы беті и мына жақта артқы беті. Яғни мына жақпен мына алдыңғы беті и артқы беті. Осы алдыңғы бетінде бізде фистура медиана антериор болады. Бұл деген қазақшасын келетін болсақ, жұлынның алдыңғы орталық санлауы. Мына санлау. Ал артында жұлынның артқы орталық жүлгесі болады. Егер де алдында мына фистура санлау болса, ал артында септум, яғни жүлге болады. Немесе тағы да оны сулькус деп айтуы мүмкін. Осы екеуін біз былай бірге қосып қарастыратын болсақ, біз көріп тұрмыз, жұлынды симметриал түрде дәл екіге бөліп тұр. Одан кейін мынау алдында орталық санлаудан бөлек тағы да сулькус антеролатералис деген жүлге болады. Алдыңғы бүйірлік жүлгесі. Бұл жүлгенің не маңыздылығы бар? Осы жүлгеден бізде мына жақтан шығады радикс антериор. Ал дәл артында, дәл осындай тағы да сулькус пастеролатералис тұр. Бұл жақтан шығады радикс постериор. Радикс постериор. Осы алдыңғы және де артқы төбіршіктер қосылған жерінде бұлар жұлын түйінін түседі. Латыншасы ганглион спинале. Ганглион спинале. Бұның не маңыздылығы бар? Осы ганглион спиналеде бізде сезімтал нейрондар орналасқан. Сезімтал нейрондар.
осы ганглион спинали ол әрі қарай кеуде аралық тесіктен шығады. Осы кеуде аралық тесіктен шыққанын біз жұлын нерві де айтамыз. Осы жұлын нерві жалпы бұлар 31 жұптан тұрады. Яғни нақта көріп тұрмыз, тағы да сулькус антеролатералис тұр. Дәл осылай бұлар тағы да бір-бірінен қосылады. И әрі қарай нақта жұп нерві ретінде. Мына бір, мына екі. Осы екеуі бірге қосылып, бір жұп жұлын нервін түзеді. Жұлын нерві. Одан кейін, мен ойымша барлығы түсінікті. Алдыңғы төпіршік дегенне, артқы төпіршік дегенне, жұлын түйіні қай жақта орналасқан, о жақта не нәрселер орналасады. Енді жұлынның көлденең кесіндісін қарайтын болсақ, ең бірінші оның латынша H әрпіне ұқсап тұрған сұр затын көреміз. Сұр заты бұл деген, ең бірінші сұр заты не деп сұрақ қойса, жұлынның ортасында орналасқан нейрон денелерінен тұратын заты де айтамыз. Ал енді осы сұр затын сыртынан қоршап жатқан ақ заты бар. Ақ заты. Ақ заты бұл нейрон денелерінің өсінділері. Енді бұлардың латыншасына келетін болсақ, сұр заты субстанция гризия де айтады, ал ақ заты субстанция альба деп аталады. Так, енді сұр затын енді толықтай қарастырайық. Оның көріп тұрғандай мына алдыңғы мүйізін көріп тұрмыз, корну антериор. Одан кейін бүйір мүйізін көріп тұрмыз, корну латералис. Потом артқы мүйізін көріп тұрмыз, корну постериор. Бұл мүйіздерде әртүрлі нейрон денелер орналасады. Әртүрлі дегенде жіктелуіне қарай. Мысал ретінде алдыңғы мүйізде бізде қозғалтқыш нейрон денелер орналасқан, ал мынау корну латералисте бұл жақта вегетативті жүйке жүйесінің нервтері орналасқан, ал мына корну постериорда көбісі шатасады, мүмкін сезімтал нейрондарды айту мүмкін, бірақтан бұл жақта бізде ассоциативті, яғни қыстырма нейрон денелері орналасқан. Себебі біздегі сезімтал нейрондар тек қана олардың денелері ганглион спиналиде орналасады. Ал қыстырма нервтер осы ганглион спинали менен қозғалтқыш нейрондарды бір-бірімен байланыстырып отырады. Тағы ескертетін құрылымдар осы жолының дәл ортасында оның санлауын көріп тұрмыз, өзегін көріп тұрмыз. Бұл өзегін ішінде жұлын ми сұйықтығы орналасады, және бұл жоғарғы шетінде төртінші қарыншамен байланысады. Так, енді біз жаңа жұп нервтер туралы айтып кеттік. Бізде көбісі барлығымыз білетіндей, жұлын ол 31 сегменттен тұрады. 8 мойын сегменті, 12 кеуде, 5 бел, 5-8 көз и 1 құйымшақ. Бұл сегмент деген не деген сұрақ болуы мүмкін. Мен мына жақта конспектімді ашайын. Так, мына конспекті. Осы жақта сегмент деген не десе, онда ол жұлынның бір жұп жұлын нервіне сәйкес келетін бөлігі жұлын сегменті айтады. Мына 31 жұп нервін көріп тұрмыз. И осындай 31 сегмент бар. Және де осындай әрбір видеоларға осылай бөлек-бөлек конспектлерді дайындап қоямын. Осы конспекті арқылы толықтай 100% тақырыпты меңгеріп алсаңыздар болады. Енді сұр затын барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді ақ затынан келетін болсақ, бұлар 3 жіпшені құрайтын болады. Мына жақтан ең бірінші, мына жақта біз алдыңғы жіпшені құрайды. Так, алдыңғы жіпше ол алдыңғы орталық санлау менен sulcus anterolateralis'in арасында бізде
фуникулюс антериор болады. Ал мынау сулькус антеролатералис пен сулькус постеролатералистің арасында бізде болады фуникулюс латералис. Ал мынау артқы орталық жүлге мен сулькус постеролатералистің арасын бізде болады фуникулюс постериор. Осындай үш жіпшеден тұрады ағзаты. Осы жіпшелер бұлар жолының өткізгіш жолдарын құрайтын болады. Егер де осы жолының өткізгіш жолдарын оқығыларын келсе, мына жақта конспектіде олардың әрқайсысына бөлек-бөлек жазып қалдырып кеттім. Осыларды оқып шықсаңдар болады. Все, жолын осымен аяқталды анатомиясын.